Кештің орталық саябағында ұлттық домбыра күніне орай ұлы дала атты ауқымды мереке өтті. Алаңда 500 жас домбырашы кештің арнайы қонағы Асылбек Кенсеевпен бірге ұлттық өнердің құдіретін паш етті. Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен мәдени іс-шараның шымылдығы көпшілікке арналған көрмелер мен спорттық жарыстармен ашылды. Саябақ іші ұлттық нақышта безендіріліп, көрмелер ұйымдастырылды. Әрі қарай бағдарлама театрландырылған қойылыммен жалғасты. Тәттімбет атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі сахнада күй күмбірлетті. Сан ғасырлар бойы біздің халқымыздың қуанышы мен мұңын, осы тарихын жеткізген біздің қасиетті мәдениетіміздің, асыл мұрамыздың бірі бұл ұлттық домбырамыз. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы бірнеше жылдан бері біздің ұлттық домбырамызды белгілі осы шілде айының бастапқы аптасында атап өтуге жарлыққа қол қойып, міне жыл сайын осы күндерді біз домбыра күнін атап өтіп жатырмыз. Мереке барысында айтулы марапаттау рәсімі ұйымдастырылды. Ұлттық өнерді ұлықтап, шәкірт тәрбиелеп жүрген үздік жетекшілерге қазақтың қасиетті қара домбырасы сыйға тартылды. Концертті бағдарлама аясында халықаралық деңгейде танымал ақындардың қатысуымен өткен тартысты Құлманбет айтысы жиналған қауымды сөз құдіретіне тәнті етті. Бүгін ұлттық домбыра күніне орай Қарағанды қаласының мәдениет тілдерді дамыту дене тәрбиесі және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесінің қолдауымен Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапхана домбыра ұлттық қазына атты кітап көрмесін ұйымдастырып отыр. Бұл кітап көрмесінде кітаптармен қатар әрбір кітаптың QR мен электронды варианттары ұсынылған. Мерекелік думан қала өнерпаздарының концертімен жалғасты. Арнайы жоба барысында сахнаға өнерлі отбасылық ансамбльдер шықты. Бірнеше әулет шырқау көкке ән мен күй қалықтатып, ұрпақтар сабақтастығын көрсетті. Өнерді серік еткен осына өнегелі отбасыларға арнайы ақшалай сертификаттар табысталды. Біз 6505 әскери бөліміне ұлттық ұлан гвардиясынан келіп тұрмыз. Мен өнерде жүргеніме 4 жыл болды. Музыкальный колледжде 4 жыл оқып бітіріп, осы әскери бөлімге служить етуге өзімнің отандық қызметімді атқаруға келдім. Біз осы бүгінгі домбыра күніне домбыра тартуға келдік. Мереке кешкі уақытта домбыра сазы қалықтаған кеш атты концертпен қорытындыланды. Мұнда этно топтар мен қала өнерпаздары өз өнерлерін көрерменге ұсынды. Іс-шараның арнайы қонақтары ретінде танымал қобызшылар, домбырашылар дуэті музыкалық шығармаларды орындады. Олар ұлттық музыканың заманауи үлгілерін ұсынып, халыққа рухани кеш сыйлады. Аққайын Серғажықызы, Эмиль Катков, Александр Терекидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы.